Biz sizlerмен бүгін осы адвента осы өтіп жатырмыз күндерін. Біз шамдарды бір-бірлеп жағып, қараңғылықты сәуле түсіретін кезеңдеміз. Бірақ адвент тек әдемі шамдармен безендіру емес. Адвент бізге бір шындықты еске салады. Әрине осы безендірілген адамдардың бәріне рахмет. Бұл құдайсыз бұл әлемді қараңғылық басады. Ал біз құтқарушыны күтеміз. Адам баласының өзін осы күнәні жеңуге күші жетпейді. Біз бүгін киелі кітаптағы Аян кітабының 5-ші тарауын бірге сіздермен талқылайық. Сіздер Мария жана француз тілімен оққан кезде түсінген шығарсыздар. Түсінбесеңіздер, сіздер 5-ші тараудың 1-ші аятынан 14-не дейін бірге сіздермен оқып шығайық. Аян кітабының 5-ші тарауы. Содан кейін тақ үстінде отырғанның оң қолынан бір шиыршық кітапты көрдім. Шиыршық кітаптың екі жағына да жазу жазылып, ол 7 мөрмен бекітілген болатын. Ол кезде бір құдіретті періштені де көрдім. Ол қатты дауыспен, кім мөрлерді бұзып, кітапты ашуға лайық деп жариялады. Алайда көктен де, жерден де, жер астынан да кітапты ашып, оның ішіне қарау билігі бар ешкім табылмады. Кітапты ашып, оның ішіне қарауға лайықты ешкімнің табылмағандығына қатты қайғырып жыладым. Сонда ақсақалдың біреуі маған, жылама қара, Дәуіт патшаның әулетінен, Яхуди руынан шыққан арыстан жеңіске жетті. Оның сол 7 мөрді сындырып, кітапты ашып оқуға билігі бар деді. Мен қарасам, тақтың ортасында айнала тұрған 4 некермен ақсақалдар қоршаған тоқтыны көрдім. Ол құрбандыққа шалынғандай болып көрінді. Оның 7 мүйізі мен 7 көзі бар екен. Бұлар бүкіл әлемге жіберілген Құдайдың 7 рухын білдіреді. Тоқты барып, тақта отырғанның оң қолынан кітапты қабылдады. Тоқты соны қолға алған кезде 4 нөкер мен 24 ақсақал тоқтының алдына бас ұра жығылды. Әрқайсының қолында домбыраға ұқсас алтын аспап және де түтілетін қош иісті заттарға толы алтын табалар болды. Осы қош иісті заттар Құдай халқының айтқан мінәжаттарын білдіреді. Нөкерлер мен ақсақалдар жаңа мадақтау жырын айтып былай деді: сен лайықсың кітапты қолыңа алуға, жаңа мөрлерін бұзып оны ашуға. Өйткені құрбан болып қаныңды төктің. Сол арқылы әр ру, тіл, ұлт пен халықтан шыққандардың төлемін өтеп босаттың. Һәм Құдайға оларды бағыштадың. Әрі Құдайымызға арнап соларды жасадың. Діни қызметкерлер патшалығы олар жер бетін билейтін болады. Мен де тағы да қарап, тақты 4 нөкерді де ақсақалдарды қоршап тұрған мыңдаған, миллиондаған періштелерді көріп үндерін естідім. Олар қатты дауыспен әндетіп былай деді: құрбандыққа шалынған тоқты билік пен байлықтың, даналық пен құдіретті құрмет, ұлылық пен дәріпті қабылдауға әбден лайықты. Көк пен жердегі, жер асты мен теңіздегі, яғни бүкіл әлемдегі әрбір тіршілік иесінің былай деп ән салған дауысын естідім. Тақта отырған және тоқты дәріптелу мен құрметке, ұлылық пен құдіретке мәңгі бақи лайықты. 4 нөкер әумин деп жауап берді. Ал 24 ақсақал жерге бас ұра жығылып, мәңгі тірі жаратқан ие мен тоқтыға тағзым етті. Амин. Осындай бүгін міне мәселеге көңіл аударайық. Біз осындай үш нәрсеге назар аударуға болады. Бұл арада лайықтыны ең бірінші мен 4-ші аяттарда лайықтыны іздеу. Одан кейін 5 пен 7-ші аяттарда лайықты көреміз адамдарды. Одан кейін сол нәтижесі жаңағы лайықты адамға тағзым ету 8 пен 14-ші аяттардан көреміз. Ал енді ең бірінші осы Аян кітабы не үшін жазылғанын қарап түсінуге тырысайық. Бұл кітап бізді күрделі белгілермен, айуандармен немесе апаттармен қорқыту үшін жазылған жоқ.
Керісінше бұл кітап ашылықта қалған, қуғынға ұшыраған қауымға арналып жазылған. Олардың аяқ астына берік негіз беру үшін, Иса Масихтың түпкілікті жеңісіне деген үміт пен сенімін сыйлау үшін. Осы аян кітабының 5-ші тарауы киелі кітапта бізге мынаны көрсету үшін берілген. Жер бетінде бейберекет пен әділетсіздік өсемдік етіп тұрған кезде де аспанда тақ бар. Және де ол бос емес. Бұл тарау біз мына шындықты білуіміз үшін жазылған. Тарихтың иесі бар. Және де ол ие біздің құтқарушымыз. Ол біздің құтқарушымыз Иса. Амин. Ал енді осы әрбір аяттарды жақсылап бөлек талқытап көрейік. Жаңағы Жохан осы мына тарауда пайда болып келген кезде онда бір сұрақ болды. Ол осы шиыршық кітапты кім ашуға лайықты деген сондай сұрақ болды. Ол онда ешқандай да адам табылмады. Сол кезде Жохан өзі өте ауыр күту сәтін, тарихтағы ең ауыр адвентті басынан кешіріп отыр. Ол бір үлкен мәселені көреді. Бұл ешқандай лайықты адам жоқ екенін көреді. Бұл сол кезде жаңағы Жохан жылай бастайды. Бұл жай ғана бір адамның көз жасы емес, бүткіл адам баласының көз жасы. Осы ғасыр бойы қараңғылықта осы құтқарушыны күткен адамдардың көз жасы. Кел Эммануил, бізді құтқаратын ешкім жоқ па деп. Осылай, осы сезіммен ешқандай да алдында ешқандай үміт жоқ, мәселені шешетін ешқандай жоқ, осындай тығырыққа тұрып қалады. Осы 1 мен 4-ші аят осыны көрсетеді. Осындай мәселе бар екен, ешқандай да адамның өз күшімен ол жеңе алмайтынын көрсетіп тұр. Ал енді көз алдарыңызға елестетіп көрейік, сіз бір компьютер тауып аласыз. Сондай бір жақсы ноутбук сияқты. Сіз сол оғап тұрасыз, сол компьютердің ар жағында бір файл бар. Ол файлда өте бір мәні бар, бір сұрақтарыңызға жауап беретін, өмірдегі мән, және де сіздің болашағыңызды көрсететін, сіздің барлық құпия өмірлеріңізді, алдыға қойған өміріңізді көрсететін сондай мәнді нәрсе бар. Және де сол файлда биткоин бар. Ол жоғалып кеткен бір цифрлық әмияндағы. Егерде барлық биткоин жоғалып кетсе, сол биткоиннан, сол жаңағы файлдан ала аламыз, өйткені онда көп ақша. Соның бәрін көз алдарыңызға елестетіп көріңіздер. Сіздер ойлайсыздар, менде осындай компьютер бар. Соның ар жағында толған көп ақша, сондай қойма бар деп ойлайсыз. Бірақ та жаңа компьютерді ашып қосқан кезде ол жанады. Жанған кезде жыпылықтап тұрып жазылады. Құпия сөзді енгізіңіз дейді. Сондай пароль дейді. Пароль құпия сөзді жазыңыз деп шығады. Біз біліп тұрамыз. Біздің кодты біз бұзу мүмкін емес екенін көріп тұрамыз. Біз тығырыққа тірелеміз. Қандай біліміміз болса да, жер бетіндегі барлық адамдардың күшін қоссақ та, ештемеде біз оны жеңе алмаймыз, шеше алмаймыз. Өйткені есік жабық, мәңгіге жабық. Сіз әлсіз сондай бір тығырыққа тиелесіз, өз күшіңіздің жетпегеніне, үмітсіздік билейді. Дәл сол кезде сізге бір құпия, бір құтқарушы пайда болады. Ол жалғыз күтпеген дос, ол шешім іздемейді. Өйткені ол оны біледі, оның шешімін біледі. Ол қасыңызға келеді де, асықпай сізге тиесілі құпия сөз парольді жаңағыға жазады. Сонда ары қарай не болатын, біз ары қарай кейінірек қарастырайық. Әрбір адам, Жохан солай сезген шығар осындай мәселе болған кезде. Кім оған лайықты осы шиыршық кітапты ашуға? Сөйтіп, Иса біздің сахнаға шығады.
5-тен 7-ші аятқа дейінгі аяттарды қарайық. 5-ші аятта не деп айтады? Жылама дейді. Міне, Иса Мәсіх жаңағы Құдайдың құрбандық тоқтысы осы шиыршықты ашуға сол ғана лайықты деп айтады. Арыстан қозы болу арқылы жеңеді дейді. Олар осы өмір бақи сол өзі осы жаңағы Иуда Яхуди руынан патша келеді, арыстан Иса Мәсіх Құдайдың қозысы деген солай оларда көп сондай жазылған болатын. Сол жаңағы Иса Мәсіхтің келгені туралы көп айтылған Құдай сөзі болатын. Сол Құдай тек қана Иса ғана жаңағы шиыршықты аша алады. Жаңағы шиыршықта ол қозыны көреді. Арыстанды көрмейді, қозыны көреді. Ол бұл арада көп бізде айтылған болатын. Осылай жаңағы Яхуди руынан келгенде ол арыстан ең бірінші қозы сияқты Құдайдың қозысы болып келетін. Бұл Иса Мәсіхтің прототипі болатын. Ол сөйтіп қозыдай келіп, жаңағы әкесінің оң қолынан кітапты алады дейді. Бәрі сол Исаға сілтеп тұр. Біз бәріміз есімізде болу керек. Біз тек қана Исаның осы тарихты билейтін, бүткіл әлемді билейтін тек қана Исаның қолында екенін біз кәміл сенуіміз керек, білуіміз керек. Ол лайықты жалғыз тұлға Иса Мәсіх. Ол арыстан жеңді, бірақ та ол қозыдай болып келіп жеңді. Оның құтқарушысы құрбандығы арқылы ол бізді осы шынайы өмірге әкелді. Ол соның өзінің құрбандығы арқылы ол жалғыз өзі ғана лайықты. Жаңағы Құдайдың бізге сақтап қойған өзінің жоспарын сол Иса арқылы ғана ашылады, шешіледі. Осы біздің барлық мәніміз адвенттағы осы Иса. Ол кезде олардың бәрі Иса туған кезде бәрі бір патшаны тосты. Қазір патша келеді. Осы патшаның сарайында туады деп. Бірақ Иса сарайда малдар туатын сарайда туды. Тіпті сол малдардың ортасында тіпті оған осы біздің арамызда жаңағы үйде орын табылған жоқ. Сол бүткіл біз Рождествоның түгел тарихын білеміз, оқиғасын. Ол жаңағы қозы сияқты туды, өмір сүрді қозы сияқты. Оның триумфысы, жеңістігі тек қана бізді құтқарған арқылы, өзінің киелі төгілген қан арқылы. Ол жалғыз лайықты, жалғыз тұлға. Ол ешқашанда шешім іздеп тұрған жоқ, ол шешімді біледі. Оның құтқарушы құрбандығы сол құпия сөздің кілті. Ол сенің өміріңдегі толыққанды шынайы өмірге апаратын файлды аша алады. Оны істеуге тек қана Иса ғана құқылы, себебі ол қозының жолымен өтті. Бұл арада Жохан осы Иса келіп, тек қана осы кітапты алып әкесінің қолынан, өйткені ол лайықты екенін көріп тұрып, біз бұл арада 3-ші бөлімді көріп тұрмыз. Лайықтыға тағзым ету бөлігін көріп тұрмыз. Барлық куәгерлер, періштелер, бүткіл жер бетінде болған адамдар, сол кездегі маңайындағылардың бәрі сол жаңадан мадақтау айтып тұрады. 9-ші аятта айтылған. Сен лайықтысың кітапты қолың алуға, жаңа мүрлерін бұзып оны ашуға, өйткені құрбан болдың, қаныңды төктің деп айтылған 9-ші аятта.
Біз бүгін соның бәріне біз куәгерміз. Өйткені бүгін міне әртүрлі тілмен мадақтауды естідік. Біз көкке төге әкемізге барғанда да әртүрлі ру, тіл, ұлттардың Құдайға тағзым етіп мадақтағанына куәгер боламыз. Осы біздің тосқан бәрлік мақсатымыз бәрі осы. Сол үшін өмір сүріп жүрміз. Осы жиналыста да қауымдағы біз әртүрлі халықтарды осы шаңырақ қауымына бізді жинап әкелді. Біз осы әртүрлі тілмен Құдайға мадақтап, осы Құдайға келе аламыз. Аспандағы көрініс жаңанмен жарқ ете қалады. Себебі қозы өзінің толық билігін дәлелдеді. Ол құрбан болды, және адамдарды өз қанымен құтқарып алды. Осы құрбандықтардың арқасында сенушілер, сіз бен біз патша мен діни қызметкерлер деген жоғары мәртебеге ие болдық. Бұл бізге тек қана құтқарылуды ғана емес, күнәға үстемдік ету билігін, және де Иса Масих арқылы Құдайға тікелей жақындау мүмкіндігін береді. Сондықтан біз Құдайға тікелей жақындадық. Сондықтан бұл бүткіл адамзат үшін, және де бүкіл жаратылыс үшін, бүкіл ғалам бойынша ұлы қуаныш пен салтанаттың себебі. Сол себептен біз бүгін міне қуаныш шамдарын жағамыз бүгін. Бізде қорқатын ештеме жоқ. Біз білеміз Иса бәрін жеңгенін. Бұл өте бір қуанышты хабар. Ең бірінші қауым бастаған адамдарға бір өте қуанышты себеп. Осы қуаныш бізде де бар. Ал енді біздің бағанағы биткоин туралы оқиғамызды есімізге түсірейік. Әлгі естеріңізде ме? Файл мен компьютер туралы. Сөйтіп міне жазылып тұрады, құпия сөзді енгізіңіз, парольді жазыңыз деген сөз шығап тұрады. Сол арада бізге бір құпия досымыз келеді, парольді жазып, құпия сөзді. Бұл бір кезде экран жанады, көгілдір экран шығып ашылады. Міне ашылды, кіріңіз деген. Егерде сіз осылай өмірлеріңізде шында осылай болса, сондай қандай бір көшті қуанышты жағдайда болар едіңіз. Өйткені сіз кіре алмаған нәрсеге кіріп, сіз барлық ашылды да, барлық нәрсеге. Жаңағы адам, оны істеген адамға да жүрегіңізде бір алғыстық сезім болатын шығар. Бір сол кезде бізде өте бір қуанышты сезімге түсеміз. Жаңағы бізге кім көмектескен адамның арқасында біз кіргенімізге. Сіз барлық сұрақтарыңызға жауап аласыз. Түгел байлыққа бәріне есік ашылады. Сол тек қана бір лайықты адамның арқасында, лайықты тұлғаның арқасында. Ол сіздің қуанышыңыз, сіздің сондай шексіз сезіміңіз керемет болады. Ол тіпті бәр жағынан көрінетін болады. Осы жерде біз соған ұқсас көрініп тұр, Олар оғып тұр, ешқандай да лайықты тұлға болмаған, сол кезде Иса пайда болады. Ол өздердің барлық жаңағы аспаптарын, ойнайтын аспаптарын бәрін дайындап, жаңағы қозыға, Құдайдың қозысына тағзым етеді, соған дұға оқиды. Осы қуаныш бізді де тосып тұр. Исаның жеңісі, осы адвент бізді күтуді үйретеді. Аян кітабы бізге мынаны айтады. Біз күтіп тұрған тұлға, ол қазір сіздердің орталарыңызда. Иса туды, Исаны біз білеміз, оның екінші рет келуін тосамыз. Ол бізге келгенде, ол қоз болып келмейді, ол арыстан болып келеді. Өйткені ол Жоқанның ақсақалдардың бір оған айтады, жылама, міне Яхуди руынан шыққан арыстан дейді. Біз дайындалып жатқан Рождество, Иса Масихтың бүткіл адамзаттың көз жасын сүрткен сәті. Арыстан ортаға шықты. Қозы таққа отырады. Амин. Бұл керемет жағдай.
Осының бәрін біз оқсақ, бұл біз өте бір қуанышты, сондай сезімге әкелетін жағдай. Егер біз шын сезінсек осыны. Қараңғылық жеңген жоқ, тек қана сәуле, нұр жеңді. Жаңағыдай мына шамдар, бұл да осы нұрды символ жасап тұрған, сипаттайтын сол жағдай. Исаның бәрі қолында. Сол үшін біз қазір осы Рождествоға алдымызда қорқынышпен емес, қуанышпен кірейік. Өйткені Иса бәрін жеңді. Әумин. Ал енді біз көрейік. Жаңағы осы оқып отырған үзіндіде біз өмірімізге қалай қолданатынды талқылап көрейік. Немен үйге кететінімізді. Барлығымызға арналған қолдану. Исаға сеніп, оның соңынан ергендерге ең бірінші маңызды нәрсе жаңағы мөрленген кітапқа, жаңағы өміріміз, жаңағы ең бірінші жаңағы проблемаға, мәселелерге қарамауымыз керек. Ең бірінші соның иесіне, соның жаратушысына қарауымыз керек, осы кітапты ұстаған. Өйткені Исаның қолында осы кітапқа кіретін, оның бәрі қолында тұр сол. Сіздің барлық өміріңіздегі болып жатқан жағдайларыңыздың бәрі Исаның қолында тұр. Ол бәрін оны көріп тұр. Ол сіз үшін осы тоқты болып, сіз үшін өлді. Екінші, бүткіл жаңағы біздің біз жаңағы өте маңызды нәрсе, біз жаңағы зұлымдықты агрессиямен емес, саяси билікпен емес, тек қана сүйіспеншілік арқылы жеңуге шақырады. Егер де бұл тіпті жай ғана әлсіздік болып көрінсе де, біз оны сүйіспеншілікпен жеңуіміз керек. Ары қарай, үшінші, біз жаңағы мадақтауымыздың жаңартуымыз керек. Біз бүгін, мысалы, біздің бауырларымыз бүгін мадақтаған сондай керемет атмосфера жасады. Осы мадақта өлеңдерін айтқан кезде, ол Құдай жеңді, ол лайықты, ол Құдайдың жіберген қозысы, ол бәрін біз үшін істеді деген сондай керемет мадақта әндерді айттық. Солай әрқашанда толы болсын, тек қана сұраныс емес, шын жүнінде сіздер Құдайды көтеріп, оны сондай формалдық айналма жасамаңыздар. Егер де сіз Исаға сенбейтін болсаңыз, сіз осында келіп, сіз өте үлкен бір жақсы қадам жасадыңыз. YouTube-та может қарап отырсаңыз, егер де бірақ Исаға сенбесеңіз, сіз үшін қандай сізге қолдану? Тек қана Иса ғана тарихта да сіздің өміріңіздегі түйінді мәселелерді шеше алады. Адамдық үміттердің күйреуі. Адамзат ғасырлар бойы лайықтыны іздеп келеді. Әлемге бейбітшілік әкелетін, әділеттілік орнататын, сынған дүниені қалпына келтіретін біреуді, тіпті саясаткерлер ғылымға, философияға, дінге, немесе өзімізге үміт артамыз. Бірақ та тарих бір шындықты көрсетеді. Ешкім лайықты емес. Өйткені зұлымдықтың түбі жүйелерде емес, адамның өз жүрегінде. Күнә әрқайсымыздың ішімізде бар. Бұны қалай қолдануға болады? Адамдардан немесе система жүйелерден құтқарылуды іздеуді доғарыңыз. Өйткені бәрібір олардың бәрі көңіліңіз қалады, олар кемел емес. Жоқан Құдайсыз әлемнің үмітсіз екенін түсінгенде жылады. Өйткені ол түсінді Құдайсыз түкте шешілмейтін. Құтқарылу тек қана Иса Мәсіхта. Әмин. Екінші, көп адам Иса туралы пайғамбар деп ойлайды, немесе қатал соттаушы ретінде ойлайды. Ал Жоқан ғаламды басқарып тұрған орталықта жара іздері бар, қозыны көреді. Ол біз үшін құрбандық болған Исаны көріп тұр. Ол бізді құтқару үшін өзін құрбан еткен Иса Мәсіх. Сөйтіп,
құрбандық пен сүйіспеншілік арқылы басқарып отырған Исаға қараңыз. Иса сізден жай ғана бағынуды талап етпейді. Ол өзін сіз үшін құрбандыққа шалды, айқыш ағашқа барды. Сізді соттауға құқығы бар жалғыз ғана тұлға, сіз үшін өлген тұлға. Бұндай Құдайға сенуге болады. Үшінші, сізді Құдай өзінің жаңа өлеңге жаңағы шақырады, жаңа әнге қосылуға шақырады. Сөйтіп жаңағы естеріңізде бола ма? Тараудың соңында барлық жаратылыстар мадақ хорына қосылады. Осы тарихта автор бар. Сіз осы эволюцияның хауасында кездейсоқтық емессіз. Осы тарихтың авторы және оның жоспары бар. Ол сізді осы жаңа әннің бір бөлігі болуына шақырады. Иса Масихты өзіңіздің иеңіз және құтқарушыңыз деп мойындау арқылы. Біз бүгін дұға оқыған кезде сіз үшін мүмкіндік болады. Исаны өзіңіздің құрбандығы арқылы, онымен бірге дастарханда отырып жеуге де, ішуге де лайықты етіп, дұға оқуларыңызды сұрауға болады бүгін. Сондай мүмкіншілік бар қазір. Қазір Құдайға мәртебе істейік, оған тағзым етейік. О құдіретті күшті Құдай, сенің осы сөзіңе мыңда бір рахмет. Бізді сен өзіңнің демеу бересің. Осы Жохан өзі қалай сезінгендей, біз әлсіздігімізді тығырыққа тиеліп қарған кезде сен бізді әрқашанда көмекке келесің, осы кітапты ашылмаған кезде. Бірақ та сен келдің, сен нағыз лайықты жалғыз тұлғасың. Осы біз бүткіл әлемді құтқаруға сен осы тудың, келдің осы біздің өмірімізге. Өйткені сенің жоспарың бүткіл адамзатты құтқару болатын. Біз осы сенің жаңалығыңды, ізгі хабарыңды құтқаруға қабылдаймыз. Біз саған тіземізді иіп тағзым еткізіміз келеді, сені мадақтағымыз келеді, сені жоғары көтергіміз келеді. Өйткені сен бізге осы Құдай әкемізге есікті аштың, өзіңнің құрбандығың арқылы, сенің келі төгілген қаның арқылы, айқыш ағаш арқылы бізге жол аштың, есік аштың. Бізге ортадағы тұрған керек жоқ ешқандай да орташа адам. Біз сенің қабірің бос, өйткені сен біз саған дұға оққан кезде сен бізді әрқашанда естисің. Рахмет саған. Сен келдің, сен осы біздің барлық кінәмізді, барлық өзің алдың, сен өзіңнің осы жер бетіндегі әкеңнің саған жоспарын бәрін орындадың. Сен келген кезде бізді рахмет саған. Әрбір сенген адам ешқашанда құр қол алақан қалмайды, мәңгі өмірге ие болады. Осы ең бірінші келген адамдарға да дұға оқимыз. Ең бірінші келіп өзі ойланып тұрса, сен туралы ойланып тұрса, Құдай, егерде шешім қабылдай алмай тұрса, мен дұға оқимын, сол адам сен үшін саған деген бір қадам жасасын, сенім қадамын жасасын. Сен өйткені соншалықты бізді жақсы көрдің, сен өзің осындай айқыш ағашқа бардың біз үшін. Біз рахмет айтамыз. Біз қазір мадақтаймыз сені, дұға оқимыз, сен білесің. Осы көкке барғанда да, біз әкенің қасына барғанда да бәріміз жиналып, осы жерде біз мәңгілік мадақтауда боламыз. Біз рахмет айтамыз осы біздің қауымымызға, осы қуанышпен сені мадақтауға, қуанышпен келуге, сен туралы қуанышпен айтуға, осы әлемге, адамзаттыққа, осы бәріне сен туралы айтуға мүмкіндік бер. Сен әрқашанда біздің есімізде бол. Сен біз үшін келіп қаныңды төктің, бізді құтқардың. Саған барлық мадақ, атақ, даңқ сенің атыңда. Әумин. Сенің атымен оқыдық. Әумин.